Ағаларымыздың асылдым. Мынандай бір термин бар бізде, керемет, енді кеңес үкіметінен қалыптасқан. Өйткені одан алдын мысалға бабаларымнан біздің үйде әулетте ондай сөз айтылмайтын да. Бұны тек сол кеңес үкіметіндегі ойлап табылған термин деп ойлаймын. Одан кейін Есенберлиннің кітабы, ол Есенберлин кім болған, Жәнібек пен Керей кім болған, қазір қатты маған сондай бір ашылу болып отырды. Көшпенді деген терминнің өзі қазақилықта біз енді дұрыс астарымен қараймыз, бірақ Тоқтар Абыздың ақиқат кітабында көшпенді деген көшпеген, ешқайда да көшпенді деген көшіп қонған деген қазақта сөз бар. Неге онда көшіп қонушы деп айтпайды? Бұл жерде көшпенді деп тұр ғой, көшпенді, ешқайда көшпеген. Есенберлин Жәнібек пен Керей көшіп келсе, Қайгүл Нұргүл Мұқашева ма, Нұргүл апайды білесіздер ғой, таңертең агностикпін дейді. Енді бәрі қазақ апай ғой. Жәнібек пен Керейді күшті айтты. Ол бір жақтан кеп Жетісуға Дулат бабам қарамағына, қол астына кіріп, ары қарай шығыстан орын алып мекен еткен. Өз тарихты білесіз ғой, Өзбекстан, Ташкент, ары қарай бүкіл жарты Орта Азиядан бері келіп, Орал тауынан ба, қаяқтан өзі тарихты. Мен енді керемет Есенберлинді, көшпенділерді оқыдым деп айта алмаймын, айтпай-ақ қояйын, өтірік. Бірақ негізгі жалпы тарих, жалпы оқиғасы сол. Сонда сіздер сол Жәнібек пен Керейдің үрім бұтағы көшіп қонған шығар, мал бағып, малдың соңында жүріп. Бірақ мен ұлы жүздің қызы Сіргелі, нағашыларым Дулат, біз Жетісу бүкіл Төле биден сұраған Қатонқарағайға, Тарбағатайға не үшін келе бересің дегенде, бұл мен ата қонысым деген. Сондықтан бүкіл Алатаудың етегін жайпаған ұлы жүздің жерінден ата қонысымда отырмын. Мен ешқандай көшіп қонушы емеспін. Ата-бабам мал бағып, өмір сүріп, ет жеп, жайлауда қымыз ішіп, қыс-қыстауда, қалаларда, шаһарларда керемет өнеркәсіп, өркениет, мәдениет, керемет сондай ұлы біліммен, іліммен айналысқан. Бірақ мен айдаладан бір жақтан көшіп қонушы емеспін.